Сәлем достар, сіздермен бүгін Бану. Сіздермен бүгін осындай түріктің ең ерекше баклавасы мейди баклаваны жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, шанышқымен араластырып, үстіне жылы су, сұйық май, ерітілген сары май, үстіне 100 грамм қаймақ салып, алма уксусынан бір ас қасық саламыз. Алма уксусы 6%. Егерде алма уксусын таппаған болсаңыз, онда лимон шырынын салсаңыз болады. Бірақ мейлінше алма уксусын тапсаңыз жақсы болады. Одан кейін қопсытқышпен оның екеуін араластырып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Әр оның тығыздығына байланысты қарап отырасыздар. Қамырларды илеген бойда бірден бірдей бөліктерге, яғни 8 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырларымыз кеуіп қаясып кетпес үшін қатты сығылған сулы орамалмен жауып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Сүтке кішкене қант және де 120 грамм манный крупа дейміз ғой, соны салып араластыра отырып пісіреміз. Ортасынан тесіктер пайда бола бастаған кезде жалпақ ыдысқа осы піскен манный кашамызды үстіне жайып шығамыз. Бұл яғни қаймақ деп аталады. Баклаваларымыз 40-45 данадай шығатын болғандықтан, бұны да 40-45 штуктай жасап аламыз. Ендігі кезекте бетіне жағатын майын жасаймыз. Ол үшін сары май мен сұйық май екеуін ертіп аламыз. Ерігеннен кейін ақ көбігін ситамен алып аламыз. Қамырлардың әрқайсысын біртіндеп алып отырамыз. Қамырды міндетті түрде жүгері крахмалына жаятын боламыз. Ешқандай да картоп крахмалы болмаса, онымен жайсаңыз болмайды. Жүгері крахмалын таппаған болсаңыз, онда екеуін жаңағы ұнмен картоп крахмалын араластырсаңыз болады. Қамыр жайған уақытта ең басында ғана крахмалды себетін боламыз. Орта жағында осындай формада болғаннан кейін, кішкене жұқарғаннан кейін крахмалды жаймаймыз. Себебі крахмалдың дәмі қамырымызға кетіп қалуы мүмкін. Қамыр жайған уақытта өте абай болыңыз. Екі жағынан ғана басасыз, қамырдың үстінен басып жаймаймыз. Бірінші жайғаннан шықпауы мүмкін, бірақ өте оңай, жайылған кезде тез жайылатын қамыр. Қамырымыз қатты жұқарғаннан кейін осылай қаттырақ баспай оқтауға іліп аламыз да, екі жағынан қысып өрнек жасаймыз. Қамырымыз жабысып қалмауы тиіс. Оқтауыңыз өте жұқа болса, баклаваңызда неғұрлым соншалықты жақсы болып шығады. Майдаланған фисташка немесе грек жаңғағын осылай 6 немесе 5 жерден сеуіп, үстіне салмаларымызды, қаймақтарымызды салып, үстінен қайтадан фисташкамен жауып шығамыз. Қамырдың екі шетін бүктейміз. Орталарын осылай буып шығамыз. Пышақпен кескеннен кейін дәл осы әр данасын басып, керісінше аударып қана өрнегін жасаймыз. Мінекей үстінен бастық, теріс айналдырдық, қайттан үстінен бастық. Басып, теріс айналдырып, өрнегі әдемі болып шығады. Жаңа ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Сол аралықта пешті қыздырып, пешімізді 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Енді сиропын жасайтын боламыз. Сиропқа су мен қант екеуін ертіп болғаннан кейін, үстіне лимон шырынын салып, 4-тен 1 бөлігін 35 минуттай қайнатамыз. Сиропымыз кішкене қою болып шығады. Баклавамыздың жартысы пісті, қалған жартысын қайттан пешке салып қойдық.
ыстық болып тұрған пештен шыққан пахлавалардың үстіне ыстық болып тұрған шәрбатымызды бірден екеуін де құямыз. Осылай 6 сағатқа болмаса бір түнге қойып қойсаңыз болады. Шәрбаты өзіне сіңіп өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіз, пахлаваларыңыз қатты тәтті де, қатты шырынды да, қатты майлы да болып шықпайды. Барлығы өз нормасымен жасалады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.